Сәлеметсіздер ме? Сіздерге бүгін осы қоғамда болып жатқан әртүрлі тақырыптарды қозғап, өзара пікір алмасып, жиналғанбыз. Енді сіздерге қоятын алғашқы сұрақ, неліктен қазіргі уақытта интернет желісінде жалған ақпараттар рекке шығып, бүкіл интернетті жаулап алады да, ал халыққа керекті нақты пайдалы ақпараттар олар назардан тыс қалып қояды, просмотр аз жинайды. Осыған жауап беріп жетсеңіздер. Балжан, қазіргі таңда ең бірінші эфирға шықсам да, болмаса жаңағы шынайы ақпараттарды, мысалы, роликтер қоямыз ғой, мысалы, да, TikTok парақша платформасына, басқа да Instagram, Facebooktарға қойсаң, просмотр, можно сказать, жоқ, 200-300 адам рейтингқа шығармайды. Неге? Потому что ол мен жеке, конечно, ойым, мына қарапайым халықтың нақты шынайы ақпараттарды естіген қаламайды. Мысалы, мен кеше эфирға шықтым, 10 минут болған жоқпын, мен ограничениеге қойып тастайды да. Себебі сізде фейковая информация дейді. Ойла, сонда мен деген шынайы ақпаратты айтып отыр, маған наоборот айтып жатыр, сенде фейк дейді да. Осыдан жаңағы рас, мен уже бұғаттап тастады. Это вот последнее время все время солай істеніп жатыр. Білмеймін, потому что халықтың нақты шынайы ақпараттарды естігенін қаламайтын, бұл менің ойым. Мен нақты табиғат мәнін айтамын да. Табиғатта қазір қанша, мысалы, біз жер шарында қандай өзгерістер болып жатыр, күн сәулесінде жарылыстар болып жатыр, оның бәрі же взаимосвязаны же, соның бәрін мен айтам. Біз соны чем больше айтамыз, тем больше бізді бұғаттайды, потому что біз нақты ғалымдардың дәлелдеген фактілер ғана айтып отырмыз ғой, бүйтіп қарасаң. Біз аспаннан алып отырған жоқпыз ғой, болмаса ойымнан шығарып, мен халыққа шынайы ақпаратты беріп отырмын да, мен оны ойымнан қарастырып, болмаса мен ана көріпкел, болмаса жаңағы экстрасеанс емеспін ғой. Мен нақты шынайы ғалымдардың дәлелденген фактілер ғана жеткізіп отырмын. Оның соның өзін бұғаттайды бүткіл платформаның бәрінде, Instagram тем более. Просмотр деген жоқ. Енді бізді эфирден лақтырып жатыр. Оның бәрі, мысалы, мен де жұмыс істеймін. Өмір сүруім керек қой, тамақ ішуім керек, ары бері жүруім керек, мысалы, қарап отырсаң. Енді соның арасында халық деген дайын болсын, әрбір табиғи апаттарға қара, қандай үлкен апаттар болып жатыр. Осы мына табиғи апаттардың салдарынан, мысалы, біздің болашақта экономистердің өзі айтып жатыр, жоқшылық болады, ашаршылық болады деп, мысалы. Оның бәрі факты. Қазір, мысалы, біздің Қазақстанның өзін алатын болсақ, біз, мысалы, шай өсірмейміз. Мысалы, қарай Индия, Вьетнам, жаңағы Қытай, Тибет мемлекеттер, основной поставщиктер, жаңағы Англия, например, да, олардың бәрі қазір судың астында, оларда урожай жоқ, өнім жоқ биыл. Бәрі судың астында кетті. Еще біз айтамыз, ойбай, бәрі қымбат деп. Неге қымбатшылық болып жатыр деп. Мысалы, былтыр ғана сол шайды, мысалы, бір 250 граммдық шайды, мысалы, мен былтыр 1200 теңге ма, сондай болатын. Биыл қарасам 2800 теңге уже. Есепте соның бәрі. Оны халықты, именно халықтың естіген қаламайды. Специально боттарды қойып қойған, вот эти боты сразу ограничение ставит. Момент. Яғни осы шындық ақпараттарын таратпау үшін әртүрлі осындай боттар бар деп ойлайсыз, иә? И бұл жаңағы кәдімгі каждый раз кедергі келтіріп, стримдарды предупреждение жіберіп, осындай тоқтау жасайды, бір система солай жасап тұр ғой. Именно система сөйтіп жасап отыр ғой. Өткен деген, мысалы, кеше мен эфирда, стримда отырғанда, TikTokта хейтерлар бар ғой, мысалы. Енді соны Симба деген бар бізде біреу. Сол келді, и маған момент ограничения деп келіп жатыр да, предупреждение. Соны Симбаға айтады, мен Симба, сен ба, жалоба жазып жатқан десем, жоқ дейді. Мен емес, мен жазбаймын ғой сіздерге дейді. Сосын астында халықтан сұрап жатырмын да, 47 адамнан. Кім жазды? Қайсыңыз жаздыңыздар? Не үшін жаздыңыздар? Десем, біз емес дейді. Значит, ол боттар ғой, уже система соны жасап қойған. Қарапайым халық нақты шынайы ақпарат, табиғат мәнін білмеу керек, естімеу керек, оларға керек емес типа. Ол бот туралы вообще нағыз ақпараттар көп. Мысалы, Айгүл, мысалы, TikTokта айтты,
Закон KZ мысалы информативный телеграмды болса да, иә, менің байқауымша Google, Telegram нәрсені ашқанда, вот, например, Казинфо біздің Телеграмда коммент жазсаң, оларға не угодно коммент болса, сразу мүлде өшіріп кетеді. Мен де соны анализ жасап отырмын да, жазамын да, мысалы климат туралы, апаттар туралы, Ол деген моментом жоқ болып кетеді. Моментом, вот прям, вот этот, как плавающий удаление. Сосын мен айтам, неліктен удаление жасайсыз деп жазсам, күтем сосын. 1, 2, 3-ке шейін санаған соң қайтадан кетеді. Сонда угодный, жақсы өзіне керекті нәрсені қалдырады екен. Система, бот, дұрыс қой, қазір цифровизация. А вот, мне кажется, стоп-слова, ТикТокта Айгүл айтқанда, ТикТогың арқылы стоп-слова өзі. Бірақ ты знаешь, Айгүл, ТикТокта уже вот, что хорошо, уже көрініп тұр стоп-слова. Мысалы, анандай айтпа, там, насилие, педофилия, андай сөздер бар, е? Уже түсінікті. Бірақ та, бақылауымша, былай қарағанда, Телеграм болса да, YouTube канал болса да, бәрібір подчищают қыздар. Бәрібір подчищают. И поэтому вот это, қалай, наш назар, біздің назарымызды бір жерге тура, как қой баққанда водят же, сол сияқты. Біздің назардарымызды, мысалы, футбол келді, е? Кеттік қой бәріміз, бала шағамыз, ата, шеше, көрші, бәрі кетті футболға, дұрыс па? Ну, это как пример. Сонда назарларымыз бір әйелді сабаған, әкесін бір нәрсе істеген баласы болса, все, кетті біздің сознаниеміз, біздің внимание вообще, сол назар ең күшті нәрсе, да? Система соны бақылауда, мне кажется. Сонда жаңағы әдейі халыққа осындай негативный әсер беретін жаңалықтарды әдейі көп просмотр жасатып, сондай рекомендацияға шығара береді да, ал керек ақпараттарды әдейі сол жауып отыр деген сөз ғой, осы неге қарайтын болады. Например, қазір менде подписчиктер бар, біраз мысалы. Енді қаншама мен предупреждение алып жатыр. Мен скоро мені деген алады да мүлдем бұғаттап тастайды. За что? Бүйтіп қарасың, не үшін? Ал егер мен қазір осы мына өзім сол аккаунттарымнан қазір шешім тастап, тыржалаң емес әрине, неше түрлі бір жаңағы даже боғау сөздерді айтып, бүйтіп ырбыңдап, жырбыңдап шықсам, рейтинг көтеріліп кетеді соны. Вот что интересно. Ау? Қалауым ашсаншы, сонда рейтинг иә, мен мысалы деген Айгүл, бағаларды дұрыс айттың. Мысалы, бағаларды бәріміз әйел адамбыз, келеміз, кетеміз, көреміз. И вот даже трансформация бағаныңша, вот Казинфо андай мындай, ну енді Қазақстанда тұрған соң Казинфо дейміз да. Ой, ярмарка кетті, еттің бағасы мынандай деп қояды. Вот этот шаблонның нәрсесі көбейтеді да. Бірақ та нақты өмірімізде жоқ нәрсені айтып отырғанын көбейтті. То, что нужно, кетеді, в первую очередь прям, а то, что есть, то, что прям нақты, дұрыс қой. Біздің шайымыз, правильно айтады Айгүл, шайдан мысалы, да, вообще сүтті тиіспей-ақ қояйық. Шайдан бастаған соң, шайдың бір нәрсесі, ярмаркасы бір нәрсесі деп, муляж сияқты айтады да, бірақ та шындық где-то там. Я говорю, барлық платформаларды регулировка жасайтын андай интеллектуалды роботтар ғой, шаблоны қойып қойған ғой сөздердің бәрін да, даже. Мысалы, мен деген қазақ тілінде жүргізем, например, эфирларды. Катаклизмдер, я болмаса басқа деп сөздерді айтқанда да где-то бүйтіп ошибка жасап айтамыншы, думаю, я попробую так деп. Но соның өзінде қазір что-то болмай жатыр. Айтып келе жатып пикать етіп айтасыз ба? Иә. Айтып келе жатқанда деймін да, ары қарай білесіңдер ғой, иә, сөйтетін болдым уже, потому что мен уже сөйтіп көрейінші деп соны да жасадым. Бесполезно, білмеймін. Енді
қазіргі уақытта Қазақстан бойынша мысалы қандай жалған ақпараттар көрсетіп жатыр, мысалы климат туралы тоже фейковый жаңалықтар айтады ғой, сондай қандай халықтар сондай фейктарға сеніп жатыр қазір? Қандай фейктерға сенеді? Мысалы біз өзіміздің қойған роликтарымыздың астында комментарийларын оқысаң, сол жерден ақ білуге болады ше. Мысалы біреулер жазады, ой, ешнәрсе болмайды біздің Қазақстанда, бәрі дұрыс, бәрі жақсы болады, мыналардың бәрі типа сөйлей береді деп айтады, я деп друг друга вот так вот поддерживает, бұлардың бәрі өтірік айтады деп айтады. Бізге сенудің қажеті жоқ, енді бар анау ақпарат бәрі бүткіл платформаның бәрінде ашық тұр ғой, бар зерттемейсіңдер ме, іздемейсіңдер ме деп айтамыз ғой, например. Соны іздегілер келмейді, әйтеуір анау емші, сол емші айтып отырады, жоқ, біздің Қазақстан шикарно болады, туда-сюда, ешнәрсе болмайды, болса сол анау жаңа кәпірлерде болады, сол жақта болады, біз жақта болмайды дейді. Енді вопрос, я говорю, енді жарайды, ал ана мұсылманский страналарда болып жатыр ғой, барлық жерде. Жарайды, Қазақстан емес, басқа мемлекеттерде. Оларда мұсылман ғой, онда неге нетпейді? Әйтеуір өтірік айту керек. Мысалы, неге мысалы телеарналардан да қазір шет жағасын ана жаңалықтардан айтып жатыр ғой, қай жерде қандай жер сілкінісі болып жатыр, не деп жатыр, ғалымдар не деп жатыр. Олар мысалы, олар егер телевидениеде нақты ғалымдардың айтқан, біз айтқан сияқты шынайы ақпаратты хотя бы 1 минут сөйлейтін болса, уже бәрі уже баяғыда резонанс туындап кететін еді. Например, біз не үшін ақпарат береміз? Чтобы резонанс туындасын деп, мына ғалымдардың бәрі бір ғылыми центрға жиналған. Например, мен қалаймын. Почему мен сол үшін жаңағы тырысып жатырмын? Потому что менің балам бар, немерелерім бар, мысалы. Мен ертең неге барған кезде де маған айтады ғой, сен осының бәрін біліп тұрып, сен халыққа ақпаратты бермедің, сен екі қолыңды қусырып отыра бердің десе, мен не айтамын, мысалы, да? Мына жерді бізге аманат қылып берді, енді сол аманат қылып берген жерімізді хотя бы ғалымдар жоқ болып, мысалы, тас ғасыр болса бір жөн. Қазіргі таңда, мысалы, технологияның жаңағы дамыған несінде жаңа ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Ғалымдар, мысалы, жаңағы қаншама ғалымдар бар, мысалы, олар да шырылдап жатыр. Оның бәрі жабық ақпарат емес, бұл ашық ақпараттар ғой. Мен соны біліп отырып, мен қалай ақпарат бермеймін, мысалы, да? Мен соны бәрін біліп, өзім тем более күнделікті егжей-тегжейін қарап, тексеріп, жан-жақтан ақпараттар іздейміз, мысалы. Кім не айтып жатыр, не қойып жатыр, қай жерде қандай жаңа өзгерістер болып жатыр, тем более экспионалдық түрде қазір өсіп жатыр. Ана форумда дүниежүзілік дағдарыс шығатын жол бар деген форумда айтылған ғой. Енді мынау деген экспионалдық түрде бүйтіп тарсылдап өсетін болады деп. Ол сол болып жатыр қазір, например. 100% сондай болып жатыр. Неліктен адамдар шындыққа сенгісі келмейді, сенуге қорқады ма әлде? Үрей туындайды. Көбісі айтады, сіздер деген неге осы негатив айтпай, позитив айтыңдар дейді. Вот, сонда айтамыз, енді бұл позитив қой, мысалы, біз айтатынымыз бірігейік, ғалымдардың басын біріктірейік, резонанс тудырайық. Сол кезде аман қаламыз, это же позитив. Например, үрей, олар айтады, бізді қорқытып жатсыңдар деп. Біз айтамыз, сендер қорқпаңдар, бізге сенбеңдер. Ақпарат деген ашық түрде тұр, барып зерттеңдер, ізденіңдер. Іздегенге сұраған деген қазақта деген мақал бар ғой. Сол сияқты ізденсең, іздесең деген миллиондаған ақпараттар шығады, мысалы. Қазір еще маған интересно, былтырлары, помнишь, Балжан, осындай жаңа біз эфирларда бізбен деген келіспеушілік тандыратын кейбір адамдар. Жаңағы хейтерлар болып, қазір солар деген уже между прочим жазады, мен личкама да жазады, келеді, например, айтады, вот сіздермен біздер келіспеуші едік, қазіргі таңда қарасақ, сіздердің айтқан жаңа ақпараттарыңыз, соның бәрі болып жатыр. Действительно, қазір әлемде осындай табиғи өте қиын жағдайлар болып жатыр деп уже келісіп жатыр, мысалы, да? Ал енді ондай аз, қалғандары просто ана страустар болады ғой, бастарын құмға тығып алады да отыра береді. Сол сияқты жүріп жатыр. Ол біріншіден, екіншіден мынау материалдық тұрғыда, потому что қазақстандықтар, не только Қазақстан, қаншама барлық жерде почти шаблон біреу ақ қой.
бәрін кредитке тығып тастаған ғой, тамақ кредит, үй кредит, машина кредит, дәрі-дәрмек кредит, киім кредит деп, олар им даже не до этого, они даже лишний раз не хотят изучать эту тему. Өздеріне жауапкершілік алғылары келмейді. Вот где вопрос лежит. Если бы каждый адам өзіне жауапкершілік алса, әрбір адам, біз өстіп отырмас едік, біз уже жаңағы мүмкіншілігімізді жіберіп қоймас едік та, уже былтырлар мүмкін жиналар ма еді. Мүмкіншілігімізді пайдалана отырып, мысалы да, уже бір жаңағы әдістері пайда болатын еді уже. А енді қазір қарасаңдар, действительно, вот бүйтіп байқауға болады. Мысалы, мен анализ жасаймын да, былтырлары, мысалы деген, 6 балдық, 7 балдық жер сілкіністері өте аз болатын. Биыл 10 күнге толмай, бір аптада 2 мемлекеттен, 2 реттен келіп жатыр. Вот экспоненциалдық түрде өсіп жатыр деген сол. 6, 6-да 8, 7, 7-де 5, 7-де 4, 7-де 1 болып, уже аптасына 2 мемлекеттен, 2 реттен болып жатыр. А бұрын бұндай болмаған. Енді осының бәрі шындық қой. Бір күйек айында 7 балдық жер сілкініс үшеу уже. Вот. Енді сен қарасаң, 5-тен жоғары, 6-дан жоғары апта сайын болып жатыр. Аптасына 2 реттен, 3 реттен болып жатыр. Енді осының бәрі шындық қой, мысалы. Халыққа енді осы ақпаратты жеткізу үшін құзырлы органдар айту керек, иә? Енді бізде қазір олар, халық солардан күтеді. Неге телевизордан айтпайды дейді. Сосын қарапайым адамның сөзін қабылдай алмайды. Жаңа басында, помнишь, есіңде ме, айттым, егер телеарнадан мысалы 1 минуттық уақыттарын бөліп, журналистер телеарнада, мысалы 1 минут осыған уақытын бөліп, осы біздің айтып отырған ақпаратты айтатын болса, 1 минуттың өзі достаточно, чтобы бүткіл халық шуылдайтын еді онда. Потому что ол, мысалы, жаңа журналистер, мысалы, телеарнаға біздің қарапайым халық әбден соған сеніп алған. Егер мемлекет тарапынан сөйтіп айтылса, сіздер сияқты, онда біз сенеміз дейді. Ал біз қазіргі таңда сол жаңағы журналист, независимый журналистер сияқты жаңа ақпарат таратып жатырмыз. Мысалы, да, потому что өзіміз зерттеп, егжей-тегжейін біліп, көзіміз жеткеннен кейін. И при этом біз тек қана ғалымдардың ғана дәлелденген фактілермен ғана айтып отырмыз. Иә, енді сол теледидардан айтпай жатыр ғой, енді біз енді соны айтпады деп отырмаймыз, әрекетті жасап жатырмыз, иә. Енді халыққа да соны түсіндіріп, соның бір поэтапна қалай ақпараттандыру жүретінін тоже түсіндіру керек. Халық толық әлі түсінбей жатыр. Чтобы жоғарғы биліктегілер айту үшін, жалпы теледидардан шығару үшін, барлық халық телефондағы бүкіл информацияны осы сұранысқа толтыру керек. Климаттық апаттардың болып жатқанын, осыны қалай шешеміз деген сұрақтарды туындатып, барлық адам жаңағыдай резонанс туғызу керек. Сол уақытта ғана олар амалсыздан ол туралы мәселені шешуге уже мемлекеттік тұрғыда қолға алады, иә. Енді сол үшін жаңағы әр адамның өзінің қолында тұр ғой қазір. Кез келген телефоны бар, 18 жасқа толған адамнан бастап, кез келген адам телефонын алып, осы ақпаратты тарату керек, лайк басып, комментарий жазып, кешегі болған футболды қалайынан көтеріп жерді, бүкіл әлем бойынша барлығы шулап жатыр. Уже Қазақстан каждый апта сайын бір неше түрлі нелер келіп жатыр. Жаңағы атақты жұлдыздар, соның барлығын бүкіл әлем біліп отыр. Оны қалай біліп отыр? Қарапайым біздің қазақтар осы белсенділік танытып жатыр, иә. Сол сияқты міне климатта да осылай көтеру керек екенін халыққа осыны түсіндіру керек. Мысалы, біз эфирде отырған кезде көптеген адамдар енді жаңағы кішкене түсінік пайда болып, сұрақтар қойып, соны алған кезде сұрайды, біз енді не істейміз? Сонда мен айтам, айналайындар, ақпарат ашық тұр.
соны өзің зерттей алдымен көріп алыңдар, өздерің әбден көздеріңді жеткізіп алыңдар. Сол кезде жаңағы әрбір адам, мысалы бір эфирде мысалы 50 адам отыр деші, сол 50 адам күніне бір 10 минуттық уақытын бөліп 50 адам, мен айтам сөйтіп 50 адам 50 ролик салса күніне, мысалы мына TikTok основной, потом Instagram и Facebook пен елдер қолданады. Соларыңа хотя бы салсаңдар 50 адам, уже әрбір адам мысалы жұмыстан келген кезде, чтобы мониторить ету үшін, мен де мысалы эфирға шығатын алдында мен TikTok парақшамды ашам да мониторить етем. Кім қандай эфирлар жүріп жатыр, кім қандай жаңағы нелер, қандай әрекеттер болып жатыр деп мен мониторить етем. Сол кезде мысалы сөйтіп әрбір адам жұмыстан келіп, мысалы қолы бос интернет ашқан кезде, осындай роликтар көбейген кезде уже резонанс деген сол ғой, резонанс туындайды. Бірінен бірі, мысалы мен танитын адам, мысалы менің парақшама кіріп көрді, менің жолдастарым условно, да, и олар обязательно маған звондайды: Айгүля, случайно, мысалы, сенің парақшаң бізге келді, потому что подписанный. Сенің ана жерде сен осындай роликтер қойыпсың, бұл не нәрсе? Бұның қайдан алдың бұл ақпаратты деп сұрайды. Мен оған түсіндіріп айтам. Сол сияқты 50 адам, ол жан жақтағы 50 адам, мысалы бір ғана қалада отырмаған ғой, бүткіл Қазақстаннан 50 адам отыр, әрбір қаласынан. Сол 50 адамның 50 танысы бар, мысалы, олар так подписчиктер, достары, басқалар, коллегалар көреді ғой. Сол кезде оларға однозначно сұрақ қояды: мынаны ақпаратты қайдан алдың? Неге сенің парақшаңда осындай ақпараттар жүр деп. Сосын анау адам уже ары қарай түсіндіре бастайды. Резонанс деген сол, қарапайым ғана әдістер. Қарапайым, соның өзін халық мойындағысы келмейді. Ең бірінші біздің мәселе, мысалы 2 жылдан бері осы ақпаратты айтып жатыр, менің түсінгенім, түйін қойған менің түсінігім бойынша, қарапайым халық просто осы ақпараттарды мойындағылар келмейді. Неге мойындағылар келмейді? Мысалы, соны мойындау үшін именно осы жаңа өзің сол мойындамай жатқан адамдардың өзінің мекенінде болу керек қой. Ал басқа мемлекеттерде мысалы болып жатыр, соны көріп жатыр. Көріп жатыр, енді үндемей отыра беру, олардың бәрі ойлайды, ол ана Европада болып жатыр, Индия мемлекетінде, Америкада, Японияда, Ауғанстанда, басқа Ресейде болып жатыр, Украинада болып жатыр. Буквально Украинаның өзінде 9 адам жаңағы жаңбырдың суына қайтыс болып кетті, да? Вот қандай, это какая волна, например. Енді қарап отырсаң да, мысалы, ол сол 9 адам Одессада ойлаған жоқ қой, бір 2 айлық норма 1-2 сағаттың ішінде жауады да мен өліп қаламын деп. Ну вот это элементарные вещи, соны айтып отырған, сол мойындағылары келмейді. Ең бірінші біздің жаңағы бізге қарсыласып, біздің айтып жатқан ақпараттарды зерттегісі келмей жатқан адамдар, ол мойындағылары келмейді. Вот именно сол. 10 жылдық волонтерствоның ішінде, знаете, қыздар, енді мен Алматинка, Кариная, білеміз, что горный, верный болған бізде қазір, верный қала жоқ, Алматы деген сөз. Бірақ та айтпай қояйық, оны бәріміз түсініп отырмыз, не туралы айтқаным. Бірақ та қазір 10 жылдың ішінде, мысалы, Турция жер сілкінісі болған, помните? Сирия болған 5-6 жыл. Соның себебінен волонтерлер көбейді, турецкий волонтерлер. Сосын Испанияда, помните, Валенсияда метро бәрі суға толғаны соншалық, адамдар сонымен былай бетпен бет кезіккенде көбейеді екен волонтерство. Волонтерство деп айтайын. Сенетін адамдар на своем опыте көргенде көбейеді екен қыздар. Вот қазір Валенсияда волонтерлар көп. Волонтерлар дегенімен айтатын климат туралы көрсетеді. Просто көрсетеді, мысалы, метроны, анандай жер, былай. Вот это уже қадам. Дұрыс айтады, Айгүл. Мысалы, вот бір әсерінге 2 жыл бұрын Меккаға, помните, ана шегіртке басқан, дұрыс па? Сосын мен күйеуіме айтқанда, ол сенген жоқ маған, мен роликті шығарып көрсетіп отырмын. Представляете, мынандай десем, сенбейді. Жанымдағы адамдар сенбеген. Бірақ та хабар жүйесінен, ТВ-ден көргенде,
Кигородке басты. Нашествие кузнечиков Чигиртке ғой, сонда күйеуім назары ТВ-де болған соң сеніп тұр ғой. Вот видите, менде де сразу айттым ғой, менімен шаңырақ құрған адам маған сенбейсің да, қанша мен білесің да, бірінші күн емес. Бірақ та СМИ, дұрыс айтасың Айгүл, СМИ сөйлесе олар тура назар. Болмай-ақ қойсын ондай нәрсе. иә Верныйымызды жоғалттық. Бірақ та адам баласы былай тигенде оянады екен. Былай қарағанда сол айтып Валенсияда, отырмын ғой ол. Испанияда, Да, Японияда көп волонтер неліктен олар уже біледі, что такое. Италияда қандай потоки. Вот сегодня, да, день учителя, мұғалімнің күні, бірақ та Филиппинда жер сілкініс. Қанша жерге уже көміп жатыр адамдар, уже вообще это сұмдық нәрсе. Вот филиппинцы теперь былай келгенде уже түсінігі ашылады да, сосын олар назарын аударады именно сол роликте. Бізде дұрыс айтасың Айгүл, кредит бар, тойымыз бар, андайымыз бар, жоспарымның ішінде қорқынышты былай сілтейміз да, қорқыныш керек емес дегенде, ол қорқыныш емес қой, ол өз-өзіңді, отбасыңды дайындау, тревожный чемоданчик дайындау деген ретінде, картаны алып қай төбеге жүгірем. Бізде сильно опасный участок көп, Алматыда, Айгүл білесің ғой. Сильно опасный участок болса, қалай жүгіру керек, қаяққа жүру керек, сол ақпаратты көп жинасаң, соны айтып отырмыз ғой. Қарапайым адам біз, Айгүл. Ертең таңертең жұмысқа тұрамыз. Кәдімгідей, менде де кредитім бар, дәріні де ретке алдым. Ой, короче, списокты айтпай-ақ қояйық, бірақ та мен кетіп жатырмын қыздар. Обязательно у меня 100% жауапкершілігім сода. Автобуста, потому что пробки былай Алматыда, автобуста обязательно бір ролик монтаж қылу. Вот у меня прям вот задание. Оны прям сол ғой, жауапкершілік содан басталады. 1 қадам, 10 қадам, 100 қадам, 1000 қадам. мен сұрақ қоямшы. Мысалы, жарайды, мысалы, осы былтыр январь айында, биыл, или былтыр ма, уже запуталась, девочки. Біздің Алматыда жаңағы жер сілкініс болған кезде, мысалы, қаншама адам үйінен тыр жалаңаш қашып шықты, көшеге шықты, біреулер аяғын сындырып алды, мысалы да. Енді ол жарайды, ол бір кішкентай ғана бір не болды. Соның өзінде адамдар қалай үрейленді. Енді соны мен енді қазір айтам, мысалы, мен ақпарат беріп жатқан кезде мен айтам, сен қазір мысалы жарайды, Қытай мемлекетінде, Пакистан, Индия, жаңағы Америка сияқты жаңа топан сулар жүріп жатыр қазір, ол жаңбырдан келген судан сондай болып жатыр. Сен соған дайынсың ба деймін ғой. Сонда айтады, мен не үшін дайын болуым қажет дейді. Жарайды, суды қойып қояйық. Енді мысалы мынау жер сілкінісі болса, мысалы қазір деген вулкандардың бәрі оянып жатыр. Мен айтам, егер аяқ астынан осындай жер сілкінісі болса, сен дайынсың ба? Мен не үшін, соларда жаңа қарапайым халықтың айтатын сөз, мен не үшін дайын болуым керек дейді. Мен МЧС, сонда өзінің жауапкершіліктің бәрін жаңағы ЧС-қа аударып қойғанда, әкімдерге аударып қойған. Сонда айтам, айналайын, сен әкім қайда, МЧС-ің қайда, или сен қайда, аяқ астынан жер сілкінісі болды, потому что біздің Алматы қазір действительно біз сейсмоопасный зонадамыз. Енді соны айтамын да, ал жарайды, сол кезде әкім, значит, сенімен бірге тұру керек қой онда. Я болмаса МЧС-ің жаңа бастығы ма, қайсысы келіп бірге тұру керек. Өзің ойла, сонда адамдардың миында шаблонный жаңа сознание дейді ғой, олар ойлайды да, егер осындай чрезвычайный сондай бір табиғи апаттар болып жатса, маған келіп көмек береді дейді. Мен айтам, сен наоборот қазірден бастап өзің дайын болып, жаңағы дабыл дорбаларыңды дайындап, өзің жаңа тұрып жатқан жерің жаңа картасын қарап, мынандай жағдайда қайда баруға болады, анандай жаңағы су басқанда не істеу керек, найзағай түскен кезде қалай болу керек, жел болса не істеу керек мысалы. Осындай үлкен жаңа жер сілкінісі, зілзала дейміз ғой, сол болған кезде не істеуің керек, қандай твои действия деп соны элементарно соны білмейді, соны білгілер де келмейді. Просто жауапкершілікті алғылар келмейді, мойындағылар келмейді, мүлдем.
абсолютно. Мен иә соған деген көзім жетті. енді в основном былай дейді да, сол менің де таныстарым айтады солай, көппен бірге көреміз дейді. Иә. Уақытында сол келеді, сол кезде көреміз. Мен алдын ала оны дайындағанмен, ол мен именно сол затым сол менің қасымда болмауы мүмкін. Мен басқа жақта жүрсем, ол босқа бәрібір де не факт, что мен соны қолданамын дегендей. Өлсек өлерміз деп сөйлейді да. Мхм. Құдай Сосын мен айтам, сақтасын да, енді сақтасын жер деп. сілкінісі болып жатыр, иә, вдруг аяқ астынан жер сілкінісі болып кетті, сен тұрған жерің төбесіне құлайын деп жатыр, сен тұрмайсың ғой үйдің ортасында. Ал мен өлсем де өлдім деп алдында айтып қойдың, енді значит қазірде сол жер сілкінісі болған кезде міне мен ал өлуге дайынмын міне деп тұрмайсың ғой, сен жүгіресің жаныңды құтқару үшін. Сол моментте инстинкт пайда болады да, құтқаратын жерді тығылып өз өміріңді сақтау үшін барын жасайсың. Ал енді неге солай жасайсың? Сен қазірден бастап неге соны осы сақталу несін әрекеттерін қазір неге жасамасқа деп айтам. Ол кезде уже сұраққа жауап бермейді. Бермейді, жауап бермейді. МЧС-ті қалай айтам. Көбісі айтады, МЧС бар, налогымыз бар, акимат бар. Дұрыс айтады Айгүл. Бірақ та мен сразу айтам. Мысалы, міне, қарама-қарсында жай 9 этажлық, 12 этажлық үй. Кәдімгідей, средний да бізде Алматыда. Оның ішінде 70, 90, жарайды, 100 квартира дейікші, средний. 100 квартираның ішінде 2-3 адам обязательно, по-любому, дұрыс қой қыздар. Сонда бір үйдің адамдары 300 адам. Средний плюс-минус да 300-400 адам. Енді көбейтіндер деймін. Каждый метр сайын бізде высотка ғой. Қайдағы МЧС, қай жаныңды қай жүгіреді, дұрыс қой. Сонда адам пайда болады бір нәрсесі. Құдай шүкір, МЧСник возле тебя тұрып сені құтқарады. Құдай шүкір. Былай айтам. Бірақ та математика, қыздар, просто математика. Қай команда, қай МЧС бізге жүре алмайды жолдар, иә. Айгуль, например, она же знает строительство, она знакома. Если разрушение болса, жолдарымыз жоқ. Қалай жүреді? Машина тұрмақ, вертолет та жүре алмайды. Сол ғой, соны айтам ғой мен. Мысалы, мен түсінген қарапайым халыққа былай деп айтам қазіргі таңда. Жарайды, енді форумдарды қарағыларың келмейді, зерттегілерің келмейді, иә. Мысалы, қазіргі таңда бүткіл әлемде осындай апатты табиғи апаттар болып жатыр. Енді сенің өзің құқығыңды қолдана отырып, сол өзің тұрып жатқан район, ауыл, область, өзің тұрып жатқан жерінде, мекенде МЧСниктер бар, акимат бар. Сен барда сұрақ қой. Мен мысалы ақпараттарым бар, телеарнадан да айтып жатыр, жаңалықтардан, ана жерді су басып кетті, одан жаңа 2,5 мың адам қайтыс болды. Мына жақтан жер сілкінді, одан деген жаңа Ауғанстанда 2200-ден адам астам қайтыс болып кетті. Кеше Филиппиндар 67 адам, оның ішінде 9 оқушы жаңағы үйіндінің астында қалды, қайтыс болып кеткен 67 адам ішінде. Сосын деген мысалы мына Украинада кеше ғана болды, мына жаңбырдың салдарынан 9 адам қайтыс болып кетті. Енді осындай жағдайлар көбейіп жатыр. Біраз ақпараттарды қарасам, енді осындайлар өте қиындау болатын сияқты. Енді сен менің өмірімді аман алып қалу үшін сіздер қандай іс-әрекет жасап жатсыңдар деп барып сұрақ қойыңдар деймін ғой. Барып онда бізге сенбесеңіздер, онда барып сол кісілерден сұрақ қойыңдар. Оларды тыңдаңдар, не айтатын, қандай рекомендация береді, не істейді, қандай кеңес береді, соны сұраңдар деймін. Даже соны барып сұрамайды. Енді әркім өзінің несінде көреміз, не болса да. Біз главное тоқтамай, әйтеуір пока осы ақпараттарды айта беруіміз керек. Жаңа басында, эфирдің басында айтылғандай, әрбір адам 10 минут уақыттары кетеді. Ондай роликтерді аламайым десе, мысалы, мен айтам, менің парақшама кіріңдер да, соны көшіріп алыңдар. Көшіріп, 1-2 жаңа музыкасын ауыстырыңдар, өздеріңіз сөйлеп, жаңағы сөзбен өздерің бейнелерімен сөйтіп қойыңдар.
сөйтіп бір екі роликті күніне қойып отырсаңдар әрбір платформаларыңа бұл жазалады ғой. Айгүл, оу, қазір олар дайын тұр ғой, бәрінде телефон. Бүткіл авария бір нәрсе, троллейбус бір нәрсе қақты ма, сразу түсіреді ғой. Мысалы, былай қарағанда бәрі сол ғой енді, талпыну керек. Фишка. Просто действительно бар ғой, мен айтайын ба, мен өзімнің нем ғой, жаңа практикадан алып отырмын да, мойындағылар келмейді. Мейлі анау жақ Қытайда болып жатыр, басқада мен айтамын, олар ойлайды, басқа галактикада тұрып жатқан сияқты ғой бәрі. Мойындау керек, білу керек, уже действительно уже бетпе-бет и так уже келіп жатырмыз. Қазір мысалы мына сентябрь айы қар жауып қалды, қараңдар. Мына Тараз жақтарда қалың қар түсіп қалған, біздің ауылда снеговик жасап жатыр әуелі. Жаңа кеше племянницам. Толықтан аса қар жауған түсіп қала жаздайсың, мысалы енді әлі баби летода болған жоқ қой, бүйтіп қарасаң. Биылғы мысалы найзағайдың өзінен ақ байқауға болады. Или бүткіл Қазақстанда северный сияние болды. Қазақстанның өзінде осы биылдың өзінде қаншама рет жаңағы адамдардың сезінген жер сілкіністері болды мысалы. Суда басып қалды біздің қаншама, Тоқаевтың өзі айтты, 80 жылда осындай 80 жыл бұрын болған екен Қазақстанның бір өңірлерінде. Сондай болды. Қанша? 14 өңірді прям су басты, қаншама зардабын шекті. Я болмаса осы табиғат өзгерген сайын аурулар қаптап жатыр. Жаңа пластиктердің өзі нано микрочастицаға айналып, қазір біздің тамағымызда әрбір екінші адам рак ауруымен ауырады, жүрек ауруымен ауырады, аутизм көбейіп кетті мысалы. Осының бәрі табиғаттың жаңағы несі, әрине адами фактор бар, бірақ дегенмен енді уже осының бәрін нақты зерттейтін уақыт келді ғой. Просто мүмкіншілігіміз кетіп жатыр да, біздің жіберіп қойып жатырмыз. Соны қарапайым халық түсінбей жатыр. Мен қосарым, боттарға сенбеңдер, нақты ақпарат жинаңдар. Көп бот жүр. Біздің интернет желісі де өштестіру, жанжал шығару, дұрыс ақпарат таратпау, боттар көп. Соған назар аударыңдар. Халықтың назарын басқа жаққа, основной нақты шынайы жаңағы тақырыптан басқа жаққа назарларын аудару үшін барлық жерде боттар ғой түгел. Шынайы мәселеден, шынайы проблемадан алып тастау керек назарын. Сол үшін боты көбейіп кеткен. Фейковый информациялар көп. Жақсы. Рахмет сіздерге осылай келіп әңгіме айтып, өз пікірлеріңізді білдіріп жатқанға. Енді бұл тақырыптар әлі де көп қозғалады. Әлі де айтылған да бар, айтылмаған да бар. Сондықтан осы бір 30 минутта қанша уақыттың ішінде енді үлгергенімше айттық. Сондықтан сіздерге өте көп рахмет. Нағыз керек ақпараттар ғой қазіргі уақытта. Енді сіздер сияқты әпкелеріміз бола берсін, көп бола берсін, дендеріңіз сау болсын. Аман есен арамызда жүріңіздер өстіп. Халықта өстіп үлкен маңызды ақпаратпен бөлісіп. Все, рахмет Балжан. Саған да рахмет за твой труд еңбегіңе. Жақсы, рахмет. Давай.